Баршаңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда тез дайындалатын құймақтан торт жасап көрсететін боламын. Ендеше осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен құймақтың өзін пісіріп аламыз. Ол үшін сүтті 2 бөлікке бөліп алдым. Бірінші бөлігі осы ыдысқа құйдым және де 4 жұмыртқаны жарып, барлығын бірге араластырып аламын. Сүт пен жұмыртқаны жақсылап венчиктің көмегімен араластырдық. Енді қант және де дәміне қарай кішкене тұз қосамыз. Ендігі кезекте міндетті түрде електен өткізіп ұн қосамыз. Біртіндеп қоса отырып, асықпай араластырамыз. Бізге блендердің қажеті жоқ, миксердің қажеті жоқ. Тек қана венчиктің көмегімен араластырып отырсақ жеткілікті. Ерекше дәм иіс беру үшін аздап қана ванилин қосамын. Жоғарыда көрсетілгендердің барлығын араластырып алдық. Бізде қоймалжың масы пайда болады. Ендігі кезекте сүттің екінші бөлігін құямыз. Оны ысытып аламыз алдын ала және де біртіндеп қоса отырып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Ыстық сүт құйғаннан кейін біздің массамыз ешқандай түйіршіксіз өте әдемі болып шығады. Ендігі кезекте аздап сұйық май құйып араластырамыз. Осымен біздің қоспамыз дайын. Қызып тұрған табаға аздап сұйық майды жағып, құймақтарымызды пісіріп бастаймыз. Жұқалап, әдемілеп пісіргеніміз жөн. Бұны барлығыңыз білесіздер деп ойлаймын. Құймағымыз дайын болғаннан кейін кремін жасап бастаймыз. Ол үшін сап-салқын 33% сливке қажет болады. Миксердің көмегімен асықпай шамамен 4-5 минут аралығында қоюланғанша миксерлейміз. Енді творожный сыр және де қант ұнтағын қосып, барлығын бірге жақсылап миксерлейміз. Осымен біздің креміміз дайын болады. Біздің құймағымыз әбден суыды және де креміміз де дайын. Енді тортты жинақтаймыз. Тортты жинақтау өте оңай. Әр құймақтың арасына крем жағып шығамыз. Бір құймаққа шамамен 1,5 қасық крем кетеді. Өзіңіздің қалауыңызша одан аз немесе көп қосуыңызға да болады.
Тортыңыз тегіс болып шығу үшін кольцоның көмегімен жинақтасаңыз болады. Дайын болған торттың бетіне қалауыңызша какао, қант ұнтағын сепсеңіз болады, немесе түрлі жеміс жидектермен әсемдесеңіз болады. Дайын болған тортты кем дегенде 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып, сосын барып дастарханға ұсынамыз. Біздің құймақты тортымыз ерекше дәмді, нәзік болып шығады. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Және де менің басқа да рецепттарым ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Жұма сайын дәмді рецепттармен бөлісемін.